Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгінгі видеода мысықты жақсы көретін адамдарға арналған керемет Stray атты ойын. Біздің ойын ойнайтын адамдардың арасында комьюнитиде бұл бір уақытта танымал болған ойын. Сондықтан достар, сіздерге осы видео, яғни осы ойыннан прохождение ұнайды деген ойдамын. Дәл қазір лайк басып қойыңыздар және де ұмытпаңыздар. Егер де осы ойынның жалғасын көргілеріңіз келсе, міндетті түрде осы видео 1000 лайктан асса болды. 1000 лайк всего лишь. И 5000 просмотр ол жиналады 1000 лайкқа. Сондықтан лайкты адамға лайктарыңызды аямаңыздар. Беуде. Бастайық. Так. Микрофон жақындатайын, жай сөйлеп отырамын. Кеттік ал. Stray деген мысық. Историясын басынан бастап көрейік. Мен жалпы өзім негізі прохождениені жақсы көремін. И еще Нонедің каналында қазір болып жатқан видеоны қараңыздар. Өте қызық қазір. Біздер ояқта ойын өтіп жатырық. Ранчо симулятор деген. Әзірше бізде Stray. Ал. Қараңғы түніші. Сен жатсың ана. Үңгірдің ішінде. Бұл жолы мысықтармен. Так. Аха. И. Өте қызық. Так, қателеспесем мынау бізде. Сары мысықпыз ба? Мысық дейді біз жақта. Мішік дейді еще. Так, сразу бізге жүруді берді ғой. Кеу, не істеуге от? Мә, ойнауға от. Нормально. Біз сары мысық екенбіз, Гарфилд сияқты баяғы. Болды, ойнап болдым. И ойнайын деп жатыр ма? Негізі мысықтардың махаббаты өте мықты болады. Болды ма? Қазір енді құсасың ғой. Жүнін жалапынан. Мынау қателеспесем ағасы, інісі, апасы, типа, отбасы өзінің. Я? Жестко ойнап жатыр. Әзірше бұл анимацияларды көрейік. Потому что бұл керек. Кішкене ыңғайластырып қойыншы, пожалуйста. Өйсті қоймасам болмайды. Так, мынау енді мамасы ғой, а? Ең мудрый на жерде тұрғанда. Солай ма? Екеу ұйықтап отыр уже. Так, бәрі орындарына орып отыр. Мен де құтта бүйтіп 1-2 секунд арманда болайын. Менен болды ма? Жүріндер енді. Ең жатайық. Аха. Ой, кешіріңдер. Газы бар, су ішіп едім жаңа. Так, әзірше бізге ештеңе түсіндіріп атқан жоқ. Походу, даже мынаяқта көп сөз болмайды. Сөзсіз ойнайды сияқтымыз. Так, бұл мысық. Сіздерге качество қалай айтпақшы? Качествоға баға беріп қойыңыздар. Комментарийді мен оқитынды ұмытпаңдар. Көбелек. Ай, таңғы көбелек. Түнгі емессің. Таңғысың. Таңғы көбелек. Мысықтың құлағына қонды. Біз қайда? Қайдамыз вообще? Неге біз жатқан жеріміз басқа жер? Қазіргі тұрған жеріміз сол жер, оказывается. Мен басқа жақтамыз деп ойлап қалдым жасыл оғанға. Түнде қатты көрінбетті. Хорошо. Енді, чо? Кімге қарап тұрқ? Мысықтардың дауысы. Негізі бұл ойын жасап шығарудың өзіне де біраз күш кеткен сияқты. Бұл дауыстардың бәрін алу керек қой. Өздері жазады отдельно. Так, неге маған қарап тұр камераға? Мен енді тұрып беятын. Бұл типа мен, я? Мысықтар паркур ғой таза. Так, внутри стен. Бұл қытайша ойын ба или Японияның ойыны ма? Қателеспесем, Японияның ойыны. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сондықтан 1000 лайк, всего лишь 1000 лайк. Екінші бөлімге. Ал екінші бөлімде уже 1500, 2000-ға көтерілеміз. Егер әрине ойын ұнаса, ойын ұнамады деген сөз, значит 1000 лайкқа жетпеді деген сөз ғой. Всего лишь. Так что кеттік. Но неде қалай удобно тұрған заттар ғой бәрі. Аха, түстік. Аха. Бірі келді. Мен қайсымын? Мана төртеу едік, неге үшеу оқып қалдық? Мен мана сарымыз дедім. Оказывается, біз сары емес, қызыл екенбіз. Опа, мынаяққа мін аламыз. Управлениесі маған уже ұнап жатыр. Аха. Бір-бірін өз тауы қуады екен. Десем? Дауыс шығады уже. Басқалардың дауыс шығады. Біз
Какой-то бір табиғатты өте әдемі жерде жүр пока что, иә? И что? Не істейін енді дальше? Опа. Мына жақпен өте алады екенбіз. Қаяқта аналар шақырайын мен. Келіңдер. Ей? Театр ғой міне. Шош күттім уже надо. Так, ну не. Ой. Су. Таза су ма? Таза емес. Таста. Ішпеңдер. Өте алмайсың ғой, мен тұрсам? Өте алмайсың. Кеттік енді. Не қарақ қалдың? Опа, құс неге? Құсқа жауыспады? Обычно құсқа жауысатын еді ғой. Іштер бұстың. Давай. Мысықтардың да өмірін көрейік. Ақыры барлық адам болып көрдік қой. Любой жермен баруға болады сияқты маяқта. Опа. Секіріңдер. Анау астымен жатыр, прикиньте. Анау да оңай келеді сияқты, қатты қиын болмайды сияқты оған. Аха, қайда барамыз екен? Сол қызық маған. Бәрінен бөлек. Так, төменге түсуге резон жоқ. Наяқпен сүйікші. Наяқ неге қараңғы? Ағайын? Опа. Сонда ойлаймен мысықтарын жүрмейтін жер жоқ, ә? Басауған жаққа бара береді. Так, примерно жүреміз керек қой енді. Ой-ой-ой, бұл қатты қиын жермен жүр ғой аналар. Ой. Дауысын алмайды маған, надай дауыстар. Шиқылдаған кезде мен өзім құлағым да тіркенеді бір түрлі. Че ойланып тұрмын мен? Кетті. Сташиш. Как будто она не дейка. И че, көмектеспейсіңдер ме үшеуіңде? Ну, по идее, мысықтарда адамдарға қарағанда басқа не? Көзқарасы бір-біріне деген. Конечно, жандар ашайтын шығар, но олар басқаша көрсетеді адамдар. Қатты кеттің. Тұр. Қаяққа түсіп кеттік біз. Мен әліпті басым мияулаватын, дауысын естіватын бір жерден. Поход тауалғы болады сияқты. Не канализацияға түсіп кеттім? Ема, бір аяқ кетті еще. Мынау қорқынышты ойын ба, не мынау? Қайттан құламайды шығармыз, ә? Құлады. Обычный сценарий. Бір рет құлайды, тұрады, денесі ауырады, одан кейін қайтадан құлайды. Продолжить. Не контрольный точкаға баруым керек мен вообще соны түсінбей жатырмын. Неге ондай выбор қоясыңдар? Егер ойында бір сюжет болса. Анау не? Мен түсіндім, хорошо. Так, адам жүрем бе ішінде? Мен бірне жей отырмын ғой. Мынау мен емес екен, уф. Нелер анау? Типа тышқандар. Тышпағандар. Дауысын естімей мен алардың. Нормально олдың ба? Көрек. Аяғын құттай жалап жүреді. Болды ғой, восстановление ғой. Негізі мысықтардың әлемінде, яғни нелер, жолбарыстар, гепардтар, снежный барстар, солардың барлығы өз-өздерін тез восстановить етеді ғой. Білесіңдер ғой, олардың олардың мертвый город дейді, өлі қала. Пісімілі. Өлі қала дейді. Олардың тілдерінде бірдеме бар. Өз-өздерін емдей алады да тілдері. Екеуіне басымен тіресіп тұр. Дұрыша. Давай, нормально. Поехали. Көрейік. Бұл не? Не мынау, не деген шыққандар? Мынау типа өлі қала. Бізде қазір электро. Біз, короче, түсінгендеріңіз бойынша болашақта сияқтымыз. Мынау не типа
Канализациядан да жаман ба? Кислород па типа? Мен білмеймін, басым ауған жаққа кетіп баратын ғой, қазір біліп тұрсыңдар ғой, басым ауған жаққа кетіп батқан. Тек главный хоррор болмаса болды. Хоррор болмаса болды маған. Хоррор ұнатпайтын білесіңдер. Мынаны тоқтатуымыз керек пе екен? Так, мына жерде ештеңе істей алмаймыз. Выход, 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 выход. Так, мына жерде өте алмаймыз, слишком қатты болып тұр. Ага. Мына жерде мына үстіне мінгеннен смысл бар ма? Егер басқа жаққа секіре алмасақ. Мынаны тоқтатуымыз керек не болса да. Ой, не болды қош. Опа! Нормально. Ё-мо, мынау деген кәдімгідей. Оп, бәрекелді. Мысықтың оған да миы жетеді. Ема, құласа қандай биіктікке құлайды екенбіз? Дауысын естіп отырсыңдар ғой биіктіктің. Мысықтар мынандай жақсы көреді негізі. Сол үшін ана мем шыққан ғой. Лақтырып атқан кезде мысықтың ойыншығын ұрады, мысық қорқып кетті, лақтырмайды келесі. Так. Қорықпа, смело, düşіш. Ей, неге секірдің аяқтан? Жоғарға ғой бізге керек. Лақтыр, лақтыр, лақтыр. Әлі де лақтыр мынаны. Тағы бір. Мысық мені өйсіп шашады, қарандар. Өйсіпке кірген кезде шашады бәрін. О, кімнің ге? Follow me дейді о. Мына андай робоклин ғой. Жоқ, мына су ғой. Шек одан пайда жоқ шығар, бірақ су ішкеннен. Былай қарай баратын сияқтымыз. Опа, кішкене қалаға кірдік қой. Опа, бәрі по удобству. Пісімілі, осылардан шоша көрім, анау бар. Слишком дауыстар қатты. Бәрекелді. О, не? Үй! Не болды, неге қорқып кеттің? Жақындап қарайық та. Бітті, бұл да өлді. Қолы, аяғы бәрі қайда екен не? Шошымаш тек. Мен шошытпашы, өзің шошыған кезде. Так, мына жақта баратын ештеңе жоқ. Мін. Бәлем, кеттік. Мұналар бар ғой жолдан шығып қайта бәлені шығарты. Бәленің бәрін шығарты. Ал енді, қайда барамыз? Аха. Примерін түсініп тұрмын ғой. Біздің көтімізді айрайын деп тұр ғой мына мысықтар. Ой, шыққандар. Ё-моё, поехало, пошло. Бейби, қашамыз, левый shift, что бежать дейді. Налардан қашуымыз керек қой, а? Опа, аналар жаман сек, аналар құттай. Кет. Денемізге тесене от. Опа, давай, темейміз, братва. Я не вашим. Сендердің окружениелеріңде емеспін. Мен басқа болды, братва. Жіберіңдер. Без меня. Нар қолдар бар ма? Бірдеме ол қызық қолдары. Шыққан сияқты типа. Неге қалған заттардың бәрін естемеген? Айда, шап. Нар жарда тұр ғой бәрі. Мына нәнеке, кет. Сразу убегаем, кет. Теп әкесін. Айсың ғой, теп. Ұсталма. Ұзақ тұрып қалмау керек, 1-2 секунд тұрып қалсақ, значит, все уже. Мазила ходячий. Ё-май, оңға солға қашу керек, сонда темейді көріңдер ма? Жан жаққа тупить етіп секірет, мына жер ыңғайсыз екен, құтта қандай бөліктерден. Уф, болды ма? Енді жете алмайды шығарсың мен ана жерге дейін. Уф. Денем тіткеніп кетті, аналардан бар ғой. Лас жерде жүріп маған жабысады ғой еще.
Дауысын естіп тұрған жоқ ма вообще? Ана ағалардың, апаларының дауысын есту керек та ана жерде. Так, мына жерде мына жаққа өте алмаймыз, значит, мына жаққа қарай кететін шығармыз. Так, енді қайда барамыз? Мынау слишком биік. Ана жақтан алардың дауысы шығып жатыр, иә? Төменге дейді, төменге. Хорошо, мына жаққа қарай барамыз, төменге. Еще төменге керек. Давай. Давай. Дауысты тыңдайықшы қаққа деймін. О, мынауың деген дауыс шықпай қалды. Не бар мына жақта? Керек заттан ештеңе жоқ. Значит, бізге дальше кету керек. Афиг мана. Опа, міне. Бізде негізі мысықтың миы өте қатты жасайды. Аха. Так, примерно көріп тұрмын мен. Ой, кешір. Үйдің ішінде не бар екен, а? Так, мына жерден камера бар, я, мына жерде. Естімеятын дауысын, естімеятын пока. Аха, ананы былай апарамыз. Опа, нормально. Мен уже миым жасап отыр құттай. Миымды іске қосқан сияқтымын. Логический вопростар неге жақсы шешем мен. Оп, абайла. Мурка деп қойықшы, атын Мурка. Мурка болсыншы, осы бөлімнен бастап біздікінің аты. Бәрін бытшын шығарады, как всегда. Так, енді не предлагать етіп отыр бізге? Так, бізді камера... Опа, мына жақтан келдік қой біз. Да? Қателесіп тұрмын байлы ағайын. Кетші, я, жа. Так, бірдеме табу керек бізге по ходу дела. Ё-моё, бәр жан-жақ ұшырып жатыр тек. Так, выход табу керек, выход. Ай, жоғарда ма? Айтпайсыңдар ма, жоғарда осы? А, жоқ. Так, мен мына жақтан келдім ба? Миым жасамай қалды ал. Миым жасамай қалды. Но босқа тұрған жоқ қой, енді бір жерге секрет шығар мынадан. Хорошо, пока что түсінбей атын. Так, түсіндіретін адам бар ма? Мынаның үстіне мінсем не пайда деген сұрақ қой. Аха. Мынаның үстіне мінуім керек, мынаның үстіне наған секіруім керек. Примерно. Оның үстіне қалай мінеміз? Вот сұрақ. В чем вот весь сұрақ? Подвох неде? Пожалуйста, мінейінші.
Былай барайық шал көрейік. Ой. Осы ма дұрыс жол? Бәсе, мен кішкене төбет етіп қойыппын ғой. Нормально. Мен ойладым ғой, мана құлаған жолымыз деп. Ол жол емес екен, оказывается. Так, осылай секіріп жүреміз, ассасин болып. Қай уақытқа дейін ассасин болып жүреміз. Вот прикол. Аха, мен түсініп алдым уже мынандай заттарды. Итер. Так. Осылай дұрыс. Мына мысықтың ойыны в целом тишина. Аха. Эй. Елі, асықпай ғой, бейбіт. Так. Ағайын, мұнан алып келдік, қосамыз. И что? Ой, бісмілі. Вход ашылды. Кеттік вход. Мына жерде біреудің денесі жатыр ғой. Ема бастық болды еще. Аман бол. И что ты хочешь сказать мне? Ага. Так, бұны қайда қосады екен біз? Мына жерде точно. Ештеңе жоқ шығар, иә? Так. Бұлай апарсақшы. Аха. Солай де. Көзі не жасап атыр бұл енді? Ми адам жасап шығармайды шығар қазір, иә? Дөл секунды да. Жоқ, маған көмекші. B1, 2. Эй, көмектес енді оған. Опа. Так, жанна барайық, жанна. Ха-ха. Не деген керемет ойын десеңдер шағайын. Мысықтар жайлы. Көзі бір түрлі, е? Ош, мұнда келдіп тұр. Бірігулар ғой, раз, два, двойчика ғой, көрдіңдер ма? Мысықтың ұратын двойчиксін. Сработало, я свободен, спасибо. Я с трудом поверил своими камерами. Кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был в запрете в электронной силе. Я знаю, что работал на ученого, который я здесь жил. Пока можешь назвать меня B12, B20. Небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда, следуй за мной. Опа, меня артма не ердить смело. Өте керемет дейтін мәз болып тұр мынау. Батарейкам өшейін деп жатыр, мұнда келші, пожалуйста, дейді. Мә? Неге? Мен ондайға үйренбеген ғой, ішіне жатып алған аңғарындар. Жүре алмайым мен ондаймен. Жүрсін қарандар. Для тех, кто маленький. Неудобно, не переживай, привыкнешь. Окей, түсінікті. Легко и просто, окей. Пошли отсюда. Хорошо, кеттік. Келген жағымнан кетпейді сияқтымыз ғой. Так, мынау не?
Инженер он принадлежит ученому, на который я работал, дейді. А, ученыйдың дипломы дейді ол, ана ученый қайтыс болған, еще. Жалко, 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 жалко. Ашшы вы есікті, пожалуйста. Эй. А, ашты ғой. Кеттік. Фаннар бәрі бар ғой. Енді мен кодты қайда табам? Қатырасы не? Бейбіт, ё-моё, мана бірден көріп қалып едім, бір код. Не код екен айтайын ба? Бірден код көріп қалдым мен сол. Не үшін көрдім бұл кодты деймін ғой, 0478 дейді мына жерде. Мына жерде де бірден көріп қалдым, міне. 31 94 дұрыс па? 37 94 па? Ема білмеймін, сол код па, сол код емес па, короче. Не болса да бізге осыдан шығып көру керек. Неге дұрыс емес? Енді мен не көтіне балашып тауып алуым керек қой ол кодты? Енді? Мені или японша түсінуім керек па? Елма, қайсет? Яй, жап-жаңа ұмытып қалдым, не еді? Қайсет кнопкасы? Мен түсіндім. А, все, өзімде нем бар ғой. 37-48 дейді. Міне. Не баста ұртыпсың? Өзім ақтап алдым ғой сен 37-48. Болды. Ё-моё. Қалай өтемін мына жерден? Шықтық ау. Не местечко дейді. Өз түсінбей қалған ғой. Кеттік зырғанайық. Оп, бәрекелді ағайын. Әдемі негіз, е? Качествосы әдемі. 5 деген бал қойдым. Кейбір жерлеріне. Бірақ маған өзіме андай фантастический заттар көп ұнамайды. Чисто мысық болғаннан кейін ойнадым. Андай мысық болғаннан кейін. Түрі бірақ базар жоқ. Кейбір кезде келмей қалады екен. Ага. Это открытка, рисунок на стене был, дейді. Ол түсіндім. Кеттік дальше дейді. Болды. Сол дальше жүру үшін өйстіп істедің бе? Мен анау восстановить ету керек екен, мұнаны восстановить етсең, теп отат сияқтымыз. Ол мен достарым, ағайындарым тауып береді сосын, я? Дұрыс түсіндім ба мен? Лифтке дейді. Давай кеттік. Ема, мына жерді біліп тұрсыңдар ғой кімдер жүрген. Анары кетір қайттан да. Кетіндер, Кет. Ема, денем тіркенеді. Опа, ана, ағайын. Трущобы дейді. Неге қорқатын менен? А чё так не мысықтан қорқады дейді? Неге не істеп кетті? Қашып барады, прикинь, өлі қала, типа бұл жақта тірі адам дүниесі жоқ болғаннан кейін ғой. Пісімілер шошып кеттің ғой. Налардың бәріне не болды? Амансыңдар ма ағайын, шықсаңдаршы. Неге соншалықты қорқатсыңдар? Менде бір тірі немін ғой. Мә, анаяқта самурай тұр. Қазір көтеншегін айратынан. Иди сюда. Ты. Кошачий корм. Ана қолмен тұрған бізді айрат қазір. Точно уверен. Бергелді до. Ес жауат така бізді айрат. Ал енді сөйлесекке 1-1. Бірге бір кел. Бар ма бірге бір? Мә.
Не істейміз я, төбелеспейтін шығармын енді адаммен. У них свой язык. Ты не зурк? Мы не знакомы с такими, как ты. Ага. Хош келдің. Ешкімді жемеш детек. Құтя қандай неден қорқыптым? Қолымда мен бір ұрсаң болды ма? Жоқ болып кетеміз ғой. Я, шығыңдар дейді. Шық деп жатыр бәріне, прикинь. Нормально. Нормально ағайын. Сағанар қорқып қалған мағар. Кухняда жұмыс жасайтындар. Қаяқ, как будто Япония емес сияқты бар ғой. Ага. Только не ешь никого. Ты потерялся, что тебе что-нибудь нужно? О, аутсайда, какая нелепость. Бұл жерден кете алмайсың дейді. Момо. Ана жерде ешкім шығарылмайды дейді. Прикиньте, Момоны тауындар дейді. Момо мына домда дейді. Енді осылай әйтеуір адамдар бар, қорықпай жүрсек болады әйтеуір. Так, B12. 12 деген 12 деген мен жақсы көретін нөмір екен, білесіңдер ғой. Большом здании дейді. Хорошо, барамыз қазір ол зданиеге деймін. Достар, сіздерге осылай осы бөлім ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Келесі бөлімді күтіңіздер. Келесі бөлім 1000 лайктан кейін болатын, ұмытпаңыздар. Сондықтан сіздер лайк басыңыздар, мен келесі видеоны дайындайын. Келесі жүздескенше сіздермен бірге болған мен Майк Миллер. Давайте.